Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздерге осындай түрікше палаудың жасалу жолымен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен қызып тұрған қазанымызға сары майымызды салатын боламыз. Сары майымыз еріген соң етімізді, майдалап туралған етімізді салып, жақсылап араластырып, қақпағын жауып, баяу отқа қоятын боламыз. Дәміне қарай тұзымызды салып аламыз. Күрішін дайындайтын боламыз. Қызып тұрған табамызға сары майымызды салып, күрішті 3 қайтара жуып, суы ағарғанша жуып алдым. Табамызға салып, жақсылап араластыратын боламыз. Май барлық күрішке сіңуі керек. Үстіне суымызды құйып, дәміне қарай тұзымызды салып, қақпағын жауып, 20-25 минутқа қойып қоятын боламыз. Орташа отта. Етіміз де дайын болды. Қақпағын мүлде ашқан жоқпын. Өзінің суына, өзінің майына өте дәмді болып шығатын болады. Жұп-жұмсақ. Күрішіміз де дайын болды. Өте әдемі шашпа палау болады. Кесемізді сулап аламыз. Алдымен бірінші етті салатын боламыз кесемізге. Еттің бетіне күрішімізді салатын боламыз. Ыдысымызға осылай аударып алатын боламыз. Мінекей осындай әдемі палауымыз дайын болды. Ас болсын.